сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бірінші сынып оқушылары, 3-ші тоқсаннан бастап біз цифрлы сауаттылық пәнін өтетін боламыз. Оқушылар, менің аты-жөнім Жалғас Алпамыс Базарбекұлы. Сіздерге цифрлы сауаттылық пәнінен сабақ беретін боламын. Ең бірінші сабағымыздың бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өз денсаулығымызды сақтаймыз. Сабақтың мақсаты информатика кабинетіндегі тәртіп ережелерін сақтау. Информатика кабинеті компьютер құрылғыларымен жабдықталған. Информатика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Жүгіруге, тамақтануға, компьютерді рұқсатсыз қосуға болмайды. Себебі информатика кабинетінде бір емес бірнеше компьютерлер бар. Ол компьютерлер 220 вольттық кернеуге қосылған. Яғни бұл ток көзі дұрыс пайдаланбаған жағдайда, ережелер сақтамаған жағдайда адамға күйік шалу, қандай да бір зақым әкелуі мүмкін. Сол себепті де біз ережелерді сақтауымыз керек. Сен компьютерде жұмыс жасап көрдің бе? Информатика кабинетінде компьютер жұмыс жасайсың, компьютерде жұмыс жасайсың. Кабинетте қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Назар аударыңыздар. Бірінші ереже: экран мен көздің ара қашықтығы созылған қолдың ұзындығындай болуы керек. Яғни өз қолдарында созғандағы ара қашықтық болуы керек. Себебі компьютерге, мониторға өте жақын қарау біздің көзімізге, көздің қарашығына өте зиян, яғни біздің көруіміз нашарлайды. Екінші, компьютерді мұғалімнің рұқсатымен қосып өшіру керек. Яғни мұғалімнің рұқсатынсыз қосуға, өшіруге болмайды. Одан кейінгі ереже: компьютердің сымдарын ұстауға болмайды. Ол жаңағы себептен ток соғуы мүмкін. Немесе компьютер зақымданып жұмыс істемей қалуы мүмкін. Сол себепті де мүлдем компьютер сымдарына тиісуге болмайды. Одан кейін компьютерді ылғал киіммен, сухоймен қолдануға болмайды. Қалай ойлайсыңдар, не себепті? Себебі оқушылар, су ол бізде ток өткізеді. Және су төгіліп кеткен жағдайда, ол кезде су компьютерге еніп кеткен жағдайда компьютер жұмыс істемеуі мүмкін. Және де айтып кеткендей ток соғу қаупі бар. Одан кейін компьютерде жұмыс істеу уақыты 10-15 минут. Сіздердің жастарыңызда 10-15 минуттан артық компьютерде отыруға болмайды. Себебі біздің көзіміздің көруі нашарлауы мүмкін, уақытымыздың босқа кетуі мүмкін. Одан кейін денсаулығымызға отырғандағы арқамыз қисайып, омыртқамызға, белімізге зиян тигізуі мүмкін. Одан кейін жалпы осы компьютердің негізгі құрылғыларына тоқтала кетсек, бізде балалар компьютердің негізгі 4 құрылғысы бар. Олар бізде монитор, жүйелі блок, пернетақта, тінтуі. Ал ендеше оқушылар, біз осындай жаттығуларды жасайтын боламыз. Компьютерде жұмыс істеген кезде сергектеу жаттығуларын жаса. Ең бірінші жаттығу: басыңды оңға, солға қимылда. 4 рет қайталасаңыздар да болады. Одан кейін қолды жоғары соз. Одан кейін көзіңді ашып жұм. Көздің қарашықтарын айналдыр. Оңға, солға, астыға, үстіге айналдырып, бір уақытта айналдыру. Осы ережелерді мұқият, сергектік жаттығуларын мұқият орындауымыз қажет. Ал енді балалар, бірінші жаттығу: мына жерде отырған мысалға кейіпкер, ол бізде бала. 3 сурет көрсетіліп тұр. Бұл жерде бірінші суретті қарайтын болсақ, бала қандай тәртіпті бұзып отыр? Балалар, бұл жерде отырған оқушы компьютер алдында тамақ жеп отыр. Ол біздің бірінші ережелердің бірі болды. Информатика кабинетінде тамақтануға болмайды. Одан кейін екінші суретке назар аударсақ, қандай ереже бұзылып тұр? Бұл
жерде де оқушылар жаңағыдай ережеге, негізгі ережелердің бірі, бұл компьютер сымдарын қозғауға болмайды. Бұл жерде бірінші ереже ол жаңағы компьютер үстеліне мініп кету, одан кейін компьютер сымдарын қозғау. Яғни бұл жерде ток соғуы, компьютердің жұмыс істемей қалуы қауіптері бар. Одан кейін үшінші суретке назар аударсақ, қандай ереже бұзылып тұр? Бұл жерде балалар, ең бірінші ереже компьютер мен монитор мен көздің арақашықтығы созылған қолдың арақашықтығында болуы керек. Бұл жерде бала мониторға тым жақын қарап отыр, яғни көздің көруі нашарлайды. Енді мына жерде екіге бөлгенмін, болады және болмайды. Бірінші ережеде арақашықтық сақталып тұр, арқамыз тік, мониторды қолмен ұстап тұрған жоқ. Жаңағы компьютерде тамақ ішу, компьютер арнайы ас бөлмесінде кішкентай балаға компьютерге рұқсат берген жоқ отыруға, яғни ол бала сымдарды қозғап тастауы мүмкін және сергіту жаттығуларын жасап жатыр. Болмайды дегенге қарайтын болса, бірінші суретте оқушылар, бұл жерде де қандай ереже бұзылып тұр? Сол мониторға тым жақын қарау, одан кейін компьютер алдында дұрыс отырмау, бармақпен қолмен ұстау мониторды, болмайтын ереже. Одан кейін компьютер алдында тамақ жеп отыр, оны да жасауға болмайды. Компьютер сымдарын қозғап отыр, оны да істеуге болмайды. Одан кейін ең соңғы ереже, балалар қандай ережені бұзып отыр? Сергіту сәтінен басқа қандай ережені бұзып отыр? Компьютер алдында неше минуттан артық отыруға болмайды балалар. Неше минуттан? Дұрыс бала, 10-15 минуттан артық отыруға болмайды. Денсаулығымызға зиян. Ендеше оқушылар, біз осы ережелерді жаттауымыз үшін үй жұмысы, назар аудар деп берілген негізгі 5 ережені дәптерімізге жазып алып жаттаймыз. Себебі біз алдағы уақытта информатика кабинетінде жұмыс жасайтын боламыз. Міндетті түрде осы ережелерді жатқа білуіміз керек. Алдағы уақытта бұл ережелерді сіздерден сұрайтын боламын. Сол себепті оқып, жаттап, біліп білуіміз керек. Жақсы, ендеше балалар, тапсырма түсінікті болса, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Үй жұмысында келесі сабақта тексеретін боламын. Міндетті түрде осы ережелерді сұрайтын боламын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.